Әлемдердің Раббысы, ұлы жаратушы иемізге мақтаулар, екі дүниенің сәруары пайғамбарымызға салауаттар мен сәлемдер болсын. Айттарыңыз мүбәрәк болсын, бауырлар. Алланың сүйікті елшісі Мұхаммед пайғамбар бір хадисінде былай деген: айт күні таңертең мұсылмандар намазға мешіттерге жиналғанда, Алла Тағала періштелерден ісін орындап бітіргеннің қайтарымы не деп сұрайды. Періштелер ақысын беру дейді. Алла Тағала: сендер куә болыңдар, Рамазандағы оразалар мен намаздарға қайтарым ретінде құлдарыма өз ризашылығым мен кешірімімді бердім. Әй құлдарым, бүгін менен тілеңдер, құдіретім мен ұлылығымның құрметіне қалағандарыңды беремін дейді. Дархан даланы еркін жайлаған кең пейіл қазақты да ораза айтына аман есен жеткізген Аллаға сансыз шүкір дейміз. Бүгінгідей жайма шуақ, мамыражай күнде сәнді киімін киіп, дәретін алып, Алланың үйіне келіп, айт намазын оқыған қалың жұрттың ниеттері қабыл болсын. Ораза айты қандай мейрам? Ораза айты көңілге сәуле төгіп, жанға жылу сыйлайтын мейрам. Кеудесі иманға толы, мінезі көркем, жаны жомарт жандардың мейрамы. Мұсылмандар оны сағына күтеді, ерекше қастерлейді. Ораза айты көңілі жарым жетімдердің басынан сипап, көп жақсылық жасайтын мереке. Мұхаммед пайғамбарымыз айт күндері қуана ойнап жүрген балаларды көреді. Қастарында жыртық киімді бір бала жылап отырады. Мейірім пайғамбары дереу қасына барып: сен неге балалармен ойнамайсың? Неге жылайсың деп сұрайды. Мұңға батқан бала: әкем пәлен соғыста қайтыс болды. Шешем басқа күйеуге тиді. Өгей әкем мені үйден қуып жіберді. Жейтін тамағым, киетін киімім, паналайтын жерім де жоқ. Ата-анасы бар балалардың жақсы киініп, жақсы ойнап жүргендеріне қызығып та, қорланып та жылап тұрмын деп жауап береді. Пайғамбарымыздың да мүбәрәк жанарынан еріксіз жас шығып кетеді. Мен әкең, Айша анаң, Хасан мен Хусейннің саған бауыр болуын қалар ма едің деді. Сонда бала өзімен сөйлесіп тұрғанның пайғамбарымыз екенін біліп: әрине я Расулалла, қалайша разы болмаймын деп қуана жауап қатады. Баланы үйіне апарып, тамақтандырып, жақсылап киіндіргеннен кейін шаттанған баланы достарының қасына қайта жіберді. Балалар оны көргенде: жаңа ғана жылап тұр едің, қалайша қуанып қайттың деп сұрады. Бала мән жайды толық айтып бергенде, достары: шіркін, бізді де Алла елшісі бала етіп алғанда ғой деп қызыға қарады. Иә, ораза айты балаларға да сыйлық беріп, жас жүректерге қуаныш сыйлайтын мереке. Айт күндері ренжіскен көңілдер жарасып, өкпелескен туыстар бір дастархан басына жиналып қайта табысады. Айт мейрамында күйбең тірліктің қиындықтарын ұмытып, жанымыз жадырайды. Ораза айтында мұсылманмен құшақтасып, төс қағыстырып, арқа-жарқа болып, бауырлық, туыстық сезім артады. Сүйікті пайғамбарымыздың айтуынша, айт намазын оқып болғанда бір періште былай деп жар салады: сүйінші,
Раббыларың сендерді кешірді, енді тура жолға түскен күйде үйлеріңе қайтыңдар. Айт күні сый сияпат берілетін күн. Бұл күн Алла құзырында жарылқау күні деп жария етілді дейді. Осындай күндерде жаратушы иеміз баршамызды, пендешілік күнәларымызды мейіріміне салып ғафу етсін. Рамазан айты құт берекелі, ырысты болсын ағайын.